Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай? Ағайын туыс, бауырлар, қазақ елі. Мынау кезекті түсірілім. Мен бизнес бастауда оқып келдім деп бір видеоларымда шығарған болатын. Білмеген кісілерге мен туралы мәлімет астыңғы видеоларымда бар. Мынау енді көп ақшаны талап етпей, қалай теплицаны қалай салуға болады. Сауалдама көп болды осындай бір видеомда. Міне, енді мен қазір жасап жатырмын. Алла қаласа енді жемісіне дейін түсірем. Қазір бастамасы бастап жатырмын. Білесіздер, көктем келіп жатыр. Алла қаласа көп уражайлы болсын жылымыз. Бір білген теплицада ауа райын талғамайды. Жел болса да, не болса да парниктің ішінде өседі. Бір жағынан қияр да, помидор да ауырмай өседі екен. Міне, қазір көрсетеміз. Осындай жай ғана қарағаш. Енді бізде қолда бары. Енді елдер кейбіреулер рейкіден жасап жатады. Мен енді қолымда ондай қаражат жоқ та, нөлден бастап жатырмын да бизнесімді. Бір YouTube каналымда нем бар. Өзімнің видеом, өзімнің өмірім жайлы біраз қысқаша мәлімет беріп өткем. Нөлден қалай бастау керек деп бизнес бастауға барып оқып келдім. Содан алған тәрбиемен, біліммен осындай шешімге келдім. Мынау бұрында өкімет саламыз деп осы жерге әкем өкімет өзі қазып беріп, әкемнің айтуы бойынша жасап берген. Бұл 22-де 8 ені. Мынау стойкаларын қазір орнатып жатырмын. Бір стойканы апарып қойғам, қиып. Алла қаласа ертең бұның төбесіндегі ағашын алып келеміз. Тоғайдан барып кесіп алып келеміз. Не құрым дүзу-дүзуін кесіп алып жатырмын. Енді бұны Алла қаласа енді бір 10 күннен кейін бұйыртса парник болып тұрады. Салафанын сатып алып кеп қойдым. Салафаны біз жақтың Алакөлдің бағасымен 25 мыңға шықты. 100 метр 120 шығуы мүмкін дейді. 120 деп, бірақ 100 метр жолына шығады дейді. Қытайдың метрмен кемейді дейді бізде. Осы бұл енді 100 метрді көреміз. Қанша жерге жетеді, жетпеген жерін қайтадан алып келеміз. Қазақ бауырлар аман болсын, қазақ тәтелеріміз аман болсын. Сол кісілерден қарызданып жүріп алып жатырмыз қазір. Міне, енді 30 мың теңге салдым деңізші осыған. Енді стойканы енді тегін Алла тағаланың өзі берген ағашы. Стойкаға шығыным шығып жатқан жоқ. Ары бері бензинім болса, мынаны машинамен тарттым, арба тіркеп алып. Мына жерге түсіріп алғам, алдында. Қазір соны шығарып етіп жатырмын. Алла қаласа ендігі видеомда бұны парникті жауып жатқанымды көрсетерім. Бізбен бірге болыңыз. Менің YouTube каналыма жазылып алыңыздар. Көптеген мәліметтер аласыздар деп ойлаймын. Жақсы. Көріскенше күн жақсы болсын. Әр қазағым, жалғызым. Бәріміз осындай парник салсақ, Қытайдан товар кірмеседі деген мақсатпен жасап жатырмын. Өзімнің отанымды асырауға, біріншіден әке-шешем бар, 5 балам бар, 1 қатыным бар. Өстіп, Алла тағала енді еңбегімді ақтап,
еңбегимдин жемисин жегизсин деп тилейм. Жақсы, келесі видеода көрүшкенче күн жақсы болғай.